әкешім, кітап оқып берші. Жарайды қызым, қандай кітап екен? Қасым хан дейді. Кәні Қасым 10 жыл тақта отырған хан. Ол ел билігіне ерте араласқан. 30 жылдан астам уақыт қазақ сарбаздарының қолбасшысы болып, кейін хан тағына отырады. Қасым тұсында қазақ хандығы күшейіп, халықтың ынтымағы артып, қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман туды. Қасым қазақ тарихында алғаш заң шығарған хан. Қазақ ел болып, іргесін бекіте бастаған шақта шыққан бұл заң елдің бірігуі мен ынтымақтасуына көп әсерін тигізді. Әділ билік орнап, қара халық ханға сене бастады. Сондықтан хан сыншысы халық демемекші, жұрт оның билігін қасқа жолға, әділ жолға балаған. Аты аңызға айналған Қасым хан Шыңғыс ханның ұрпағы. Ол дүниені дүр сілкіндірген Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы ханнан тарайды. Керемет кітап екен, ә? Нә қызым? Рахмет әкешім.